Hello kids, welcome to English lesson. In this lesson you will learn how to tell the time in English. Бүгінгі сабағымызда ағылшын тілінде уақытты қалай айту қажеттігін үйренетін боламыз. Уақытқа қатысты сұрақтар what time is it now? Қазір сағат неше? Немесе what's the time? Қандай уақыт? Сұрақтарымен белгіленеді. Бұл сұраққа жауап ретіндегі формуланы көретін болсақ, it's 10 o'clock. It is уақыт және o'clock сөзі. O'clock сөзіне қатысты есте сақтайтын ереже. Бұл сөзді ешқандай минутсыз тұрған нақты уақытта айтқанда ғана қолданамыз. Мысалы, it's 5 o'clock, немесе it's 9 o'clock, it's 10 o'clock. Яғни ешқандай минуты жоқ нақты уақыттың өзі. Сағатты екі бөлікке бөліп қарастыратын болсақ, минут бөліктерін айтқан кезде, егер минут белгішесі сағаттың оң жақ бөлігінде тұрса, past сөзін қолданамыз, яғни өтті. For example, it's неше минут өткенін past өтті деген сөздің өзі және сағатты қолданамыз. Осы формуланы есте сақтаймыз. So, it's 20 minutes past 5 now. 5-тен 20 минут өтті. 20 минут өтті 5-тен. It's 20 past 5 now деп минут сөзін алып тастауға да болады. Және есте сақтаймыз. Нақты уақыт емес, минуттар белгіленген кезде біз o'clock сөзін қолданбаймыз. Мына мысалда біз o'clock сөзін қолданған жоқпыз, себебі нақты уақыт көрсетіліп тұрған жоқ. Егер минут тілшесі сағаттың сол жақ бөлігінде болса, to, дейін сөзі қолданылады. It's 10 minutes to 12 now. Сағат 12-ге 10 минут қалды. Байқағанымыздай формуланы еске түсіреміз. Ағылшын тілінде уақытты айтқан кезде бірінші кезекте біз минутты айтамыз. It's 10 minutes to 12 now. 10 minutes to 12. Мына 12-ге 10 минут қалды. To сөзін қолданып тұрмыз, себебі минут тілшесі сағаттың сол жақ бөлігінде. Енді 4-тен 1 бөлік немесе 15 минут уақыты көрсетілген кезде біз quarter сөзін қолданамыз. Quarter 4-тен 1 бөлік. Енді сағаттың оң жақ бөлігінде тұрса, 12-ден 15 минут кетті, ол quarter past. Ал егер сағаттың сол жақ бөлігіндегі 15 минут айтылса, quarter to. It's quarter to 6. Сағат 6-ға 15 минут қалды. Және де 30 минутты көрсету үшін half, яғни жарты сөзі қолданылады. Көріп отырғанымыздай сағаттың жарты бөлігі. It's half past 8. Бұл жерде тек past сөзі қолданылады. It's half past 8. 8-ден 30 минут кетті. Және де белгілі бір іс-әрекеттің орындалған уақытын көрсету үшін at үстеуін қолданамыз. For example, what time is your English lesson? Сенің ағылшын тілі сабағың сағат нешеде болады? It's at 3 p.m. Сағат түскі 3-те. Thank you for your attention. Good luck.